қалайсыздар, не болып кетті, бәрі сұрақ қойып жатыр ғой, не болып жатыр деген сияқты. Білмеймін, енді соңғы кездесу деген сияқты әңгіме болып жатыр екен. Мен негізі жалпы өзім ұнатпаймын соңғы кездесу дегенді. Либо кездесу нормально болу керек, либо вообще болмай-ақ қою керек. Соңғы деген сөзді адам ойына алса, мынау қазір мен барамын, сол соңғы кездесу болады деген ой болса, онда лучше болмай-ақ қойған дұрыс деген сияқты ғой. Мәнде мағынасы да болмайтын сияқты. Білмейміз, енді көреміз, уақыт өте келе не болатынын. Енді түсінемін, адамдардың сұрақтары көп болып кетті. Осы уақытқа дейін енді біраз сторисқа да онша шықпадым, арасында шығып қайтып жоқ болып кетіп жүрдім, поэтому давайте бетейік. Сіздер бір четкий сұрақтар қойыңыздар, мен сол сұрақтарға жауап берейін. Кеттік ал, бірақ қызықтарына ғана жауап беремін. Басталады дейсіңдер ғой, Айгүл қайда деп. Мен ешкімге айтпай үйленіп алыпты дейді ғой дейді. Үйлендім, айтатын уақыт келді десем, сенбей ма? Қаяқтың үйленгені маған әлі ерте. Енді үйлену деген жоқ. Пока что. 30-дан асқаннан үйленем. Былай қызбен жүруге болады.